Амансыздар ма, құрметті әлеумет. Бүгін 26 қараша 2022 жыл. Алдарыңызда Сихаев Айдархан Ашымханұлы, Тараз қаласынан. Құрметті әлеумет, біз бір тудың мағынасы әруақтық талап деген бағытта әңгімемізді жалғастырып келеміз. Композициялық әрекетімізде, яғни жұмысымызда кемел адам жасау, әруақты адам қалыптастыру. Құрметті әлеумет, біз біраз уақыт шыға алмай қалғанымыздың себебі мынау жазу аппаратымыз біршама бұзылып қалып, дауыстарымыз жөндеп шықпағанына байланысты сіздерді күткізіп қойған жайымыз бар. Сол үшін де айып етпеңіздер. Құрметті әлеумет, осы өздеріңіз білесіздер, осы екі аралықта біз шығарға дейінгі біраз елімізде көптеген маңызды саяси науқандар өтіп кетті. Нәтижесінде өздеріңіз білесіздер, біз көркемдік типтік образдар жасаған едік, ақылдылар мен құлтабандардың айқасы деп. Сол құлтабандар жеңіске жетіп тұрған жайын білесіздер. Енді бұл әлемдік жағдайда болып атқан мәселе. Бір ақылды адамзат, мәдениетті, рухани адамзат баласы сол жолда, соларда қайтсек дұрыстаймыз, сол құлтабандардан қалай құтыламыз деген мақсатта саясатында, рухани күресінде, әлеуметтік жағдайында бәрін жасап жүргізіп атқан білесіздер. Нәтижелерінде неше түрлі қым-қуыт әлемдік оқиғалар болып жатыр. Қарапайым алда барудан бастап соғыс, адам өлу қай-қасіретіне дейін жетіп жатқан жайы бар. Соның бәріне біз құлтабандар кінәлі деп есептейміз. Яғни содан құтылудың жолы қандай дегенде, біз өткен ролигімізде қазақ атам күткен талай жылдан бері өзінің қабілет қасиетінде қандай қадір қасиеттер жетіспейтін, қабілеттер жетіспейтін сезе білген қазақ атам да үмітпен болашаққа бір күшті, қуатты күтумен өмір өткен байқайсыздар. Ол өткен ролигімізде сіздерге көрсетіп қойған, біз қазірде көрсетіп қояқшы міне. Ол бағана тас түрі. Біз бұл Жамбыл облысы Тараздағы Жамбыл облыстық мұражайында тұр. Оны біз сіздерге айтып жеткіздік. Сол жөнінде өткен ролигімізде біраз сипаттамалар бердік. Негізі бұл тас сол 17-ші ғасыр, 8-ші ғасырларға жату керек. Алғашқы баба тастардың бірі деп айтсақ, сол түріне қарап, сарапталып, байқап қарасақ, солай сияқты. Ал енді біз осы қоса мынау оң жағына да өзіміздің жасаған келбеттік кемел адам, әруақты адам бейнесін қыстырып қояйық. Міне осы екі ортада қандай байланыс бар деген кезде, біздің ата-бабаларымыздың күткен дәуірінің келгені. Яғни сол кезде үмітпен қарап тұрған, мынау төрт жаққа қарап тұрған, дүниенің төрт бұрышынан, төрт құбыладан төрт періште келіп тоғысқан жерде әруақ шырқай көтеріліп, ақиқат ашылады деген сөзіне байланысты ұғымға кеп тіреміз. Мысалы, мынау ата қарап тұрса, мынау соның күткен періштесі ұғымы мынау кемел адам, әруақты адам бейнесінде екенін көріп отырсыздар. Енді бұның келуі неге періштелерге байланысты деген сұрақ туады. Яғни біз, құрметті әлеумет, бұл періште мәселесі жөнінде біраз әңгіме айттық. Соңғы ролигімізде біраз әңгіме айтқанда жалпылап
түсіндірдік жалпы сөзбен. Енді бүгін нақты әңгіме айтпақпыз. Тағы бір ескерте кететініміз, өткен жолғы осы періште жаңағы күту туралы немізді бағана таста талқылаған кездегі ролигімізде аз ғана адам қарапты. Себебі көбісі мына ғылыми талдауға, кәдімгі сараптамалық жұмыстарға халқымыздың аса бейім емес екендігін көрсетсе керек. Кейбір көріп отырған көрермендеріміз өзінің кәсіби қызметіне байланысты ма, біршама сында жазған сияқты. Соның 80%-ы әшейін сөз деп, яғни 20%-ын ғана жаратып отқан сияқты. Әрине 20% жараса да, ол жаңалығы бар болса, ол өте жақсы сөз. Құр жалаң, былайша айтқанда, әңгімемен, сөзбен, яғни ораторлықпен. Оратордың күшті сонда елдің бәрін ауыз қаратқанмен, ең соңында да адам ойланған кезде ештеңе алмайтыны. Оратордың қуаты сонда екен. Ештеңе айтпайды, бірағында бәрін қаратады аузына. Айналып келген кезде мазмұнында іліп алар ештеңесі болмай қалады. Ал бізде, яғни 80%-ы жай сөз болғанмен 20%-ы жарап тұрса, оғында жақсы. Яғни бұл жалпы ғылыми жұмыстың өзінің мазмұны, тәртібі сондай болмақ. Яғни біз одан да бөтен нақты кәсіби деңгейде жаңағы ғылыми автореферат үлгісінде, тез үлгісінде айтатын болсақ, әрине өзіміздің жаңалығымызға тоқталып айтып, жасалған жолдарды айтар едік. Біранда біз көпшілікке арнап отырғаннан кейін ол жағдаймен шектеле алмаймыз. Сондықтан біз жалпы қауымға түсінікті болсын деп тыңдармандарымызға кішкене жан-жақты ауқымдап айтып, былайша айтқанда қорытындылап жеткізбекпіз. Міне енді бүгін сол періште мәселесі, періште жағдайы, қандай періштелер күтеді, қандай түр періште дегенде біз осы мәселені сіздерге қазір нақтылай айта кетпекпіз. Яғни періште деген жалпы елдің, қазақтың ерекше жақсылық, қуаныш, бақыт әкеледі деп күтетін саналық ұғымнан орын алған, рухани сенімнен туған, құбылыстық бейнедегі ерекше бір көркем, ғажайып ұғымдағы түсінікті айқындайды ғой. Біздің бүгіндегі өркениет жетегіндегі жетістігіне қазақ атаның саналық ұғымда 4 періште деп бейнелеп айтып отырғандағысының атауларын пайымдап зерделеп айтатын болсақ, біршама таңғалуларыңыз мүмкін. Яғни бұндай періште деген ұғымды жалпы періште туралы түсініктер діни ұғымдарда да бар. Мен сіздерге айтып жатырмын, жүйіттердің ұзақ мерзімді қылып стратегиялық жоба қылып жасаған, жаңа өздерінің ұлттық дінінен бастап христианствосы, исламы бәрі де періштелер туралы айтылады. Бірағында періштелер туралы айтылғанмен, олар одан сондай мән күтіп қарамайды, олардың тек Құдайдың қызметшісі ретінде қарайды. Олардың бәрінде бар. Мысалы, өздеріңізге жақын біздің елімізде қаптап жатқан исламға байланысты, мұсылмандықтарға байланысты айтатынымыз, бұнда да періштелердің түрлері бар, атаулары бар. Яғни Жәбірейіл періште деп атады, Микаил періште, тағы да қандай періште дейді, Әзірейіл періште, тағы бір періштелер деп айтып атады ғой, негізі басты. Сол сияқты бұл қазақ ұғымына кірбегендігін көрсетеді. Бұл ондай түсініктік періште. Қазақ ұғымында біз ойлаймыз басқаша періште, 4 періште, яғни ол сол ислам келу дәуірінен бұрын да жасалынып кеткен қазақ ұғымында бар, өз дүниетанымда қалыптасқан түсінік негізінде жағдай деп ұқсаңыздар болады. Сондықтан, құрметті әлеумет, қазақ атам күткен періште бүгін қазақ жерінде тоғысып жатыр. Ол қандай періште десек, соның біріншісі деп сіздерге айтайық. Қазақ шындықты періште деп айтты десек, сіздер қалай қарайсыздар? Яғни бірінші деп біз айтайық шындық періште. Екіншісі деп руханилықты періште дейік. Үшіншісі ғылымды періште дейміз. Төртіншісі деп өнерді періште деп айтуға болады. Міне, бұл сонда қандай дегенде, бұл саналық қуаттан туындап тұрған, саналық ұғымға кіргетін, ұғымға жат емес түсінікті көрсетеді. Яғни шындық періште
руханилықты періште, ғылымды періште, өнерді періште деп айтып отырмыз. Яғни бұл біз атаған төрт атау, періштелердің атауы, періштелердің нақты өзі. Құрметті әлеумет, саналық қуаттың мұндай танандық құбылысынан орын алған оларды әрине рухани санадан туып, өмірден өрісін тапқан періштелер деп оларға көркем бейнелік тұрғыда ұғынып, түсініп қарауға болады. Олармен тіл табысып бойға қондырмасаң, яғни олар саған жоламайды, құрметті әлеумет. Олардың саналық негіздегі өзіндік яғни қызметтерінің мәні мен маңызы шынымен де шындыққа жанасады, шынайы періштелік ұстанымды екенін көрсетеді. Осы төртеудің ешқайсысы да өздерінің табиғатына тиесілі емес, бөтен, жақтырмайтын жат нәрселерді, іс-әрекеттерді қабылдамайды, қабылдай алмайды. Сондықтан да оларды періште деп айтуға болады. Қазақ атам осы періштелерді күтті деп біз есептейміз. Мына алдымызда көрсетіп қойған суреттер, міне осы періштелер бойға қонған кезде, міне адам қалай кемелденіп, кемел адам, әруақты адам атанады. Әруақты адам яғни өзде періштелік кейіпке келіп, қолдан көп іс келетін жағдайға жетеді екен, құрметті әлеумет. Яғни діндердің айтатын бойынша түсінетін болсақ, Құдайға жақын тікелей тілдер салатын жағдайға енеді. Онсыз бұндай кемелдікке енбей жатсаңыздар, онда бұл періштелер бойларыңызға қонбай жатса, сіздер шындық жолынан да, ақиқат жолынан да алыс боласыздар деген түсіну жатса керек бұл әңгімемізде. Құрметті әлеумет, енді неге олай десек, оның себебі, яғни шындықты періште дедік, руханилықты періште дедік, тағы ғылымды періште дедік, өнерді періште дедік. Енді неге олай десек, оның себебі біз былай түсіндіреміз. Біріншісі, шындық періште, оның табиғатында, болмысында өтірік жоқ, алдап арбауды білмейді. Яғни олар ол таза табиғаттың, ғарыш әлемінің көрінісі, шындық. Өмір құбылыстары көз алдында өтеді. Бар өмір құбылыстары көз алдында өтеді. Яғни тоқшылық та бар, жоқшылық та бар, өлім де бар, өмір де бар, табиғат та бар, ғарыш әлемі де бар, жамандығы да бар, жақсылығы да бар, күні де бар, түні де бар, көріп жатсыздар. Жарығы да бар, көлеңкесі де бар, ағы да бар, қарасы да бар, азабы да бар, қуанышы да бар, мазағы да бар, жұбанышы да бар, қулығы да бар, сұмдығы да бар, адалдығы да бар, арамдығы да бар, қан бар, жан бар, сезім мен сезік, ой күдіктігі де бар, сенім мен алдауы да бар, арбауы да бар, қысқасы алыс жұлыс, тіршілік көзінің бәрі сондай шындыққа кіреді. Тағы сонда бәрі өз ақиқатымен көрініп жатыр. Жасыратыны жоқ. Яғни бәрі рас, бәрі шын, өтірік жоқ, бәрі рас. Бұны сіздер мойындамасқа амалдарыңыз жоқ. Яғни шындық періште. Құрметті әлеумет, біз періштелігі шындықтың осында жатыр. Бәрі анық, бәрі ашық. Ары қарай айтады, біз екіншісі руханилық періште. Руханилық періштеде, яғни бұл да адам санасынан орын алатын құбылыс. Оның табиғатында, болмысында қиянат жоқ, құрметті әлеумет. Ол алдап арбауды білмейді. Оның табиғаты мейірім, нақтылық, махаббат, ғашықтық, өмірді сүю, мұраттық нұсқаға ұмтылу, рухани мұраттық нұсқаға, талғам тазалығы, адалдық, әділдік, шындық жақтаушысы, сезім ой ізгілігін ардақтап, соны орындауға мақсат тұтушы, ар-ождан, қуаныш, игі қасиет, мақсат, яғни сонда орындауда міндеттер, мұрат тазалығы,
өмір табиғат, мұрат тазалығын түсінесіздер ғой, идеалдық тазалық, идеал деп айтамыз ғой. Рухани идеалды, мұрат тазалығы. Өмір табиғат, ғалам тіршілігіне сену, қорғау сияқты саналық іс-әрекеттерден тұрады. Онда өлім, өтірік, жамандық, алдау, арбау, жаңағы қулық, сұмдық сияқты жаңағы шындықтағы бар әрекеттерді, шындық періштесін біз көрсететін әрекеттердің ішіндегі осындай қулық, сұмдық сияқты қиянаты бар жақтарды, яғни қиянат атаулы әрекет құбылыстарды табиғатына сіңіспейді, мүлдем жоқ руханилықта. Яғни саралайды, саралап ненің қажет екенін, өмірге, адамдарға ненің қажет екенін айқындап бақыт беріп отыратын ерекше қызметі бар періште екен, руханилық періште. Онда, яғни бұл құбылыс өз алдында бәрі рас, бәрі шын, яғни руханилық періште деп айта аламыз, құрметті әлеумет. Міне екі періште болды, шындық періште, руханилық періште. Енді осының ішінде үшінші періште, ғылым періште деп айтайық. Ғылым періште дедік. Яғни ғылым періште оның табиғатында, болмысында жасандылық, өтірік жоқ, алдау жоқ, арбау жоқ. Оның табиғаты еңбекке, нақтылыққа, нәтижеге, тәжірибеге негізделген шындық, ақиқаты бар. Өмір және табиғат, ғарыш құбылыстарын зерттеуі, яғни адамды зерттеуі, нәтижелерді қорытындылауы, қажет нәрселерді өндіріске, қолданысқа шығаруы, адамзат өркениетіне пайдалануы, оны ендіруі, жаңа саналық қуат қызметтерін іске қосуы, жасауы өз алдында бәрі рас. Оның бәрі ғылымның жұмысы, ғылым қызметі. Бәрі шын, яғни ғылым періште. Құрметті әлеумет, өзінің қызметін адал орындап атқан. Ондай болмаған жағдайда ғылым болмайды, ештеңе шықпай қалады, ғылым жоқ болып кетеді. Сондықтан да ғылым періште. Яғни төртінші өнер періште дейтіміз. Оның табиғатында, болмысында өтірік жоқ, алдау, арбау жоқ. Оның табиғаты сезік, сезім, ой, тәжірибе сындағы нысандық нұсқа. Сыр жұмбақтар құбылысын, яғни көркемдік танымда бейнелеуі. Адам санасына әдемілік, әдептілік, қуаныш, жұбаныш сияқты мейірім, қорқынышты, қайғы, қасірет түстерін ұялату. Рухани мұрат көркем нұсқаларда алға тартуы. Типтік кейіпкерлер құбылыстардың анықтауы. Жаман мен жақсылықта күресін бойға түске жеткізуі, жүрекке жеткізіп нәрлендіріп, руханилықта жанды тазартып отыруы. Яғни жаңа саналық қуаттағы қызметтерін тоқтаусыз көркемдеп, көркемдік қалыпта адал атқаруы. Өз алдында бәрі шын, бәрі рас. Яғни өнерде періште, құрметті әлеумет. Өнер періште. Міне осы төрт періштені бойға сіңірген жағдайда, мынау сіздер кемел адам қадір қасиетін, ар-рухты адам қасиетін бойға ендірді екенсіздер. Біздің атамыз, қазақ атам осы қасиеттердің жетіспеуінен кеңістікке, дүниенің төрт бұрышына, төрт құбылаға қарап күткендегі қуат күштері осы періштелер екен. Солардың жетіспеуінен біздің аталарымыз қанша империя болып күшті болып тұрғанмен де өз бойындағы кемістіктерін, жетіспей жатқан қабілет қасиеттерін сезіп, үмітпен қараған, сырттан күткен, іштен күткен ұрпақ тәрбиелеген екен, құрметті әлеумет. Міне осы төрт періште адамзат тарихында бұған дейін жер бетіндегі бір елде бәрі бірдей барып тоғысып көрген емес. Тек жетсе бар болғаны олардың екпіндері ғана.
Онда да біреуінікі басым болып, біреуінікі кем болып қана әсер етті. Нәтижесінде бір елде өнер басымда болса, бір елде төмен. Сол сияқты ғылымда, руханилықта, шындықта әр елде әртүрлі, әр жағдайда болды. Бір елде өнер басым болса, бір елде руханилық өнер кем болды. Бір жерде руханилық басым болса, бір жерде руханилық жаңағы ғылым кем болса, бір жерде ғылым басымдау болды. Бір жерде тағы да шындық басым болса, бір жерде кем болды. Міне сол сияқты бұл төрт періште әр жерде шашырап, әртүрлі жағдайларда өзінің қызметін көрсетіп, барып кетіп жүрді. Ал жасанды діндерді рухани деп ендіріп бағу, оларды біршама жақындатқандай болғанымен, бір жағынан алыстатты. Адам баласы руханилығы мен шындығын таба алмады діндерден. Бүгін мына әруақты дәуір келіп отырған кезде осының бәрін айтып жеткізуші үшін бұл өте маңызды. Бұндай бүгінгі өркениеттің жайы, болашақтағы өркениеттің рухани дағдарысы қандай жағдайда болатынын аңғартады, тіпті көрсетіп отыр. Қазақ аты да осы мәселенің кезінде тамырынан басып, дәл сезе отырып, топшылап, төрт аяғын тең басатын сәттің келуін күткенін білдіріп, аңғартып кеткенін көріп отырмыз. Мынау бағана тас, мынау кемел адам бейнесі. Солардың аңсаған арманына жетудің жолын аңғартып отырса керек, көрнекілік көріп отырсыздар. Ол бағана тас, яғни болса, көрініп тұрған алдымызда сіздер көрсетіп отырған, соны сөзімізге дәйек болып отырған. Екіншісі жаңа дана атамыздың көріпкел сөзі, яғни дүниенің төрт бұрышынан төрт періште келіп тоғысқан кезде жерден аспанға, көкке әруақ шырқай көтеріліп, ақиқат ашылады деген. Сол көптен күткен періштелердің тоғысып кездесуін бізде бүгінде қазақ атамыз айтқандай, қазіргі ұлы дала төрінде болып жатқан құбылыстардан бақылап көріп отырмыз. Құрметті әлеумет, бүгінде елімізге төрт құбыладан төрт періште келіп тоғысып жатыр. Яғни ол қандай періштелер дегенде, тағы айтамыз, шындық періште, шындықтың бетіне тура қарай алу мәселесін алға қояды. Екінші, сол шындықты саралау, үйрену мәселесі. Сөйтіп, өзінің ізгілікті үлгіге бастайтын мәселе сол рухани періште. Ол да бар, келіп жатыр. Қазақ атамызда бұны жақсы сезіп, жақсы біліп, о басынан сол талғаммен осындай тасты ойып, ұрпаққа осындай өсиет қалдырып отыр. Ғылым періште, міне осының бәрін саралап, тоғыстырып, көкке көтеріп әулет ететін құдірет күштің бірі ғылым періште. Сөйтіп, өнер періште, міне осыны өнер тапқыштар үлгісімен, өз жағдайына, өз үлгісімен, қызметімен руханилық бір іңкәрлік сезім қойып, әлемнің әдемдігін, яғни жақсы мен жаманның қадір қасиеттерін айырып беріп отырған бір рухани әлемге талғажау өтетін нәр беріп отырған осы өнер періштесі. Бұның төртеуін тоғысқан періште, төртеуінде де енді толыққанды біздің осы ұлы далада кездесіп отыр. Бұлардың ең басты үлгісінде бір-бірімен тоғысып, бір-бірін тыңдайтын жағдайы сол бәріне руханилық періште жетекшілік үлгісін анықтайды. Яғни ғылымға да, өнерге де, шындыққа да, шындықтың ішінен өмірге қажетті ізгілікке апаратын, жаңа кемелдікке жұмылдыратын қасиеттерді қою мәселесін айқындайды. Соны таңдайды, таңдап береді. Соны ұштау барысында ғылым періште қызмет етеді. Олардың қаншалықты дәрежеде бойға орныққанын өнер періште анықтап береді. Міне сөйтіп, төрт періште тоғысқан жерде әруақ көкке шырқай көтеріледі дегеніміз сол. Аталарымыздың күткен періштесінің қызметтері осындай екенін сіздерге біз жеткізіп отырмыз, құрметті әлеумет.
Енді біз келесі ролигімізде осы ақиқат ашылады деді. Әруақ көкке шырқап көтеріледі деді. Сол мәселе бойынша әңгімемізді жалғастыра түсеміз. Бүгінше, құрметті әлеумет, осымен әңгімеміз аяқтала тұрсын. Ғылыми танымдық әңгімеміз аяқтала тұрсын. Келесі жолы кездескенде аман сау болайық. Рахмет.